Қайырлы кеш, құрметті достар. Бағанағы таңертеңгі видеоға коммент жазып жатыр. Енді оқырмандарым, жазушыларым айтып отыр, братан, тамақтану деген ешқашан өлмейтін бизнес қой. Адам әрқашан тамақтанады, әрқашан тамақ ішеді. Иә, ода дау жоқ, әрине тамақ ішеді. Бірақ та мынандай мәселе бар да, мысал үшін сіз бір кафе аштыңыз, ресторан, асхана мейлі, иә. Ашқан бетте сіз бағаны мысал үшін қымбаттырақ қоя алмайсыз. Неге? Өйткені жаныңызда конкуренттеріңіз бар. Қағанат кафесі бар, иә, KFC бар, тағы басқа сондай жүйесі, желісі үлкен асханалар бар делік. Не болмаса, жай конкуренттер бар делік, иә. Сіз ашқан бетте олар бағаны түсіріп жібереді. Неге? Өйткені олар бұрыннан бері сол жерде бизнес жасап келеді. Сосын мысал үшін Қағанат кафесі желісінде ода қала бойынша, Алматы, Астана, үлкен қалалар бойынша үлкен желі кафелері бар, иә. Олар тура сіздің жаныңыздағы кафеде бағасын түсіруге мүмкіндігі бар. Неге? Өйткені оларды басқа кафелер алып шығады. Және де оларда мүмкіншілігі көп, ода клиенттері көп. Сол себепті олар бағаны түсіретті, сіздің кафеңіз конкуренцияға шыдамай бағаны түсіре алмайсыздар, клиенттер келмейді. Түсіргеннің өзінде де сіздің табысыңыз минусқа кіріп кетесіз. Сондықтан, иә, ода дау жоқ, адам әрқашан тамақтанады, бірақ та конкуренцияға шыдай алмай, сіз сол кафеңізді жабуға мәжбүр боласыз. Осы видеоға лайк, коммент жазыңыздар, тағы да осындай видеоларды түсіруге маған шабыт бересіздер. Жақсы, сау саламат. Сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса жазыңыздар. Барлық пікірге, комменттерге мен жауап жазамын.